Жарайды, ал енді қолжазбаның жас мөлшерін қалай анықтауға болады? Оның мерзімін қалай көрсетуге болады? Әрбір тарихшы өзінің өз ойын білдіруге ерікті емес пе деп айтарсыз. Былай делік, қолжазбаның жас мөлшерін анықтаудың негізгі 5-6 тәсілдері бар. Біріншісі, ол жазылған материалдың түріне байланысты. Сазбалшық, жарғақ, папирус, ол материалдың қалай дайындалғанының өзі қолжазбаның жас мөлшерін анықтауға көмектеседі. Әрі қарай әріптердің көлемі мен олардың формасы. Түсінесіз бе, әр кез қолжазбаның көшірмесін жасағанда, көшірмеші сол замандағы жазу қағидаларына сәйкес көшіріп отырған. Ал әріптерді жазу тәсілі мен көлемі тарих барысында өзгеріп отырған. Сондықтан да қолжазбаның жас мөлшерін анықтау үшін әріптердің формасы мен көлеміне назар аудару керек. Әрі қарай тыныс белгілері. Түсінесіздер ме, тыныс белгілерінде қандай да бір таңғажайып, адам санасына сыймайтындай бір ерекшелік жоқ. Адамдар жай әріп-әріппен жазып отырған. Ал содан соң олар ақырындап өтір, нүкте және тағы сол сияқтыларды қоса бастаған. Сондықтан тыныс белгілерін зерттеу арқылы қолжазбаның қай уақытта жазылғанын шамамен анықтауға болады. Мәтіннің бөлінуі де маңызды болып келеді. Түсінсеңіз, тараулар немесе аяттар қалай құрылғанын алатын болсақ, оларда да қандай да бір таңғажайып нәрсе жоқ. Бастапқыда тек бірыңғай біртұтас мәтін болған. Уақыт келе, оны оқуға жеңіл, сонымен қатар тәрбиеге қолдану үшін оларды тарауларға бөлген, сонан соң аяттарға бөлген. Алайда әр уақытта мәтін әрқалай бөлініп отырған. Сонымен мәтін бөліктерге қалай бөлінгенін зерттеу арқылы қолжазбаның қай жылы көшіріліп жазылғанын шамамен анықтауға болады. Келесі, ол көркемдеу. Сіз көне кітапты ұстап көрдіңіз бе? Ереже бойынша осындай кітаптардың бірінші бетіндегі бірінші әріп шынайы өнер туындысы деп айтсақ болады. Көбінесе оларды мейлінше әдемі суреттермен безендірген. Көне замандарда осылай жасайтын болған. Осылайша қолжазбаның көрнекілігін зерттеу арқылы қолжазбаның бірнеше жылдарға дейінгі нақтылықпен қай жылдары көшірме жасалғанын анықтауға болады. Менің үйімде кітаптар көп, көне кітаптар да көп. Олар менің бүкіл үйімді алып жатыр. Бір күні мен оларды ақтарып отырып, бір сирек кездесетін кассалық аппаратқа тап болдым. Оның жанында бір десте кітап тұр екен. Олардың біреуі өте көне боп көрінді. Білесіз бе, мен оны қайдан сатып алғанымды есіме түсіре алмадым. Нағыз шынайы манускрипт болатын. Мен кітапты аштым да, оған 1000 жылдар шамасында екенін бірден түсіндім. Бұл енді керемет. Ол жіппен тігілген болатын. Мәтін ағылшын тілінде жазылған болып шықты. Және бірінші бетінен көргендей өте әдемі безендірілген. Епті жазылған алғашқы әріп бірден көзіме түсті. Осындай заттар қолжазбаның жасын анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар сияның өңінен назар аудару қажет. Өздеріңіз білетіндей, уақыт келе сиялар ағарып және өңі түседі. Олардың ағару деңгейін зерттеу арқылы қолжазбаның жасын анықтауға да болады. Бұл көне жазбалардың жасын анықтаудың тек бірнеше тәсілі ғана.